Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен медицина ғылымдарының кандидаты, денсаулық сақтауды ұйымдастыру саласындағы сарапшымын. Бүгін біз сіздердің күнделікті жұмыстарыңыздың ең негізгі іргетасын, медициналық санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидаларын талдаймыз. Бұл қағидалар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 24 тамыздағы қырындысының 90 бұйрығымен бекітілген. Бұйрыққа содан бері бірнеше өзгеріс енгізілді. 2024 жылғы 27 наурыздағы 10 бұйрықпен негізгі терминдер жаңартылды. 2025 жылғы 18 желтоқсандағы 166 бұйрықпен паллиативтік көмек бөлімі жаңа редакцияда жазылды. Алда уақытта сіздер мынаны үйренесіздер. МСАК-тың 3 қаржыландыру арнасы ТМК, МЭМС, ерікті және жүктелген сақтандыру. Көмектің 3 нысаны шұғыл, кезек күттірмейтін, жоспарлы. Учаске нормалары, оның ішінде маңызды цифрлар. Патронаж, белсенді бару, үйге шақыру арасындағы айырмашылық. Мемлекеттік 4 қызмет, жазылу, үйге шақыру, анықтама және бекіту. Және 90 бұйрықтың 37 бұйрықпен мамандандырылған көмек қағидаларымен қалай байланысатынын көреміз. Әрбір ережені нақты клиникалық жағдайлармен, мерзімдермен, есепке алу формаларымен сүйемелдеп көрсетеміз. Бастайық.